Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді түрік ұлтының печеньесін пісіреміз. Турецкий печеньеға құрамы өте қарапайым, өте дәмді болып шығады. Бізге қажетті заттар: ұн, манный крупа, қант, сахарный пудра, разрыхитель, жұмыртқа және сары май. Алдымен құрғақ өнімдерімізді жақсылап араластырып аламыз. Соңынан 2 жұмыртқа мен сары майды қосып, қамырымызды жұмсақ теста илеп аламыз. Осымен қамырым дайын, оны 2-ге бөліп алдым, өзіме ыңғайлы етіп. Дәл видеода көрсетілгендей етіп, қамырымызды ұзынша етіп қойып, кесіп, дөңгелек формаға келтіреміз. Енді дөңгелек печеньеларымызды макка аунатып аламыз. Тестамыздың екінші бөлігінде дәл солай жасап, оның бетіне күнжіт себеміз. Печеньеға тек дөңгелек форма ғана емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі формаға келтірсеңіздер де болады. Құрамы өте қарапайым, дәмі өте керемет, жылдам дайындалады және де қонақтарыңыздың алдына ұялмай қоя аласыздар. Қызып тұрған пешке 15-20 минутқа қойып пісіріп аламыз. Осылай қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Арасы толық піскен. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Үй жағдайында оңай және жылдам дайындалатын өте қарапайым печеньелердің бірі. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube каналымда тағы басқа печеньелердің түрлері бар.